Сегізінші дәрісіміз Нарманбет Орманбетұлының шығармашылығына арналады. Жалпы Нарманбет Орманбетұлының шығармашылық өмірбаяны, зерттелуі, шығармашылығының көркемдік аясы, жанрлық ерекшеліктері, кер заман дастаны, Нарманбеттің философиялық түйіндеулер жасаған өлеңдері, қазақ ұлы біз тұрмыз, сарыарқа сайран жермай, замана өлеңдері, Нарманбеттің айтыстары бүгін дәрісімізге арқау болады. Нарманбет Орманбетұлы 1859 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында Саға деген жерде дүниеге келген. Ол арғы бері қолдарына билік кетпеген, әділ қазылығы, шешендігімен белгілі болған әулеттен шыққан, Алланы аузына салып сөз асылын саралаған қазақтың ұлы ақын десек те болады. Ол 8 жасында түрік Қари деген атақты молдадан мұсылманша хат таниды. Хасен деген молдадан оқып сауат ашады. Бала кезінде оқуға, білімге құштар болып өскен ол 14 жасында Қарқаралыдағы 2 сыныпты қазақ орыс мектебінде оқып, кейіннен әкесі ел ісіне баулимын деп 1 жылдан кейін шығарып алады. Яғни бұл тұрғыдан алғанда біз абаймен тағдырлас деп айтсақ та болады. 1884-94 жылдар аралығында 6 жылда болыстық қызмет атқарады. Нарманбет демократтық, азатшылдық, озық ойлы тұлға. Абай ақынмен кездесіп, Абайдың ақындық мектебінен тағылымын алған. Сөз жоқ, Нарманбеттің ақындық тұлғасының қалыптасуындағы шығармашылық ізденістерінде ұлы ақын ықпалы ерекше болды деп айтуға толық негіз бар. Суырып салма ақын ретінде оның халық мұңын жоқтайтын өлеңдерін айтуға болады. Нарманбет өлеңдерінің негізгі тақырыбы оқу, білім, адамгершілік, ел мүддесі. Ақынның ізденісіндегі алғашқы бере салатын 86-95 жылдардағы замана, патшаның тағы бір политикасы өлеңдері Нарманбеттің азаматтық тұлғасының тұтас болмыс бітімі, туған халқының қайғы қасіретімен, тағдырымен біте қайнасып қалыптасқандығын көрсетеді. Профессор Жұматілепов Нарманбет біздің ұлттық әдебиетіміздің жоғарғы сатыға көтерген ұлы тұлғалардың бірі болып саналады дейді. Ол Ресей империясының отаршылығына қарсы 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде патшаға жіберілген ашық хатты жазушылардың бірі болды. Қарқаралы қозғалысының негізіне ұйытқы болған Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаев жер аударылғанда оларға арнап өлең шығарды. Талантты ақын мектеп бастығына өлеңінде Ахметтің ағартушылық, қоғамдық еңбегін ерекше бағалады. Кең даланы ен жайлаған елдің мүшкіл халін айтты. Нарманбет Орманбетұлының шығармашылығында қазақтың өткен ғасырдағы өмір жолы айқын көрсетілген. Қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі мен рухани оянуында тарихи ерен істер атқарған қайраткер Әлихан Бөкейхан Нарманбеттің 1916 жылғы тарихи оқиғаға байланысты туған Сарыарқа өлеңін ерекше бағалаған. Яғни бұл сол заманның азаматтық лирикасы деуге де болады. Нарманбет Орманбетұлы философ, ағартушы, демократ, күрескер, алашшыл ақын. Оның дүние сені қудым 10 жасымнан, дүние ойлап тұрсаң бір қызғалдақ, жас қадірін білмейсің, өмір өтіп жатады, жігерсіз болса ақыл тұл, жігіттер өтер пәни өкінбейік, арғымақ жабы көрінер деген сияқты өлеңдердің тақырыбына қарайтын болсақ, онда ойының тереңдігі, қиялының кеңдігі айқын дәлел. Нарманбет өлеңдерін 1939 жылы тұңғыш жариялаушы және ғылыми өмірбаянын алғаш жүйелеуші Есмағамбет Смайылов 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті еңбегінде ақын поэзиясындағы басты тақырыптар қатарына жер, өнер білім мәселесі, ел билеу жайы, әйел теңдігі жырланғанын айтады. Өлеңдерінде басым келіп қайталап отыратын басты мәселелер халықтың жер қоныстан тарылуы, оқу білімге шақыру, еңбекті ардақтау, адамгершілік, ізгілік, болыс билерді мінеу, ақпан төңкерісі жайлы, сонан кейін өзге де мәселелерге баса назар аударады. Ғалым жалпы Нарманбет Орманбетұлының 2 томдығын шығарады.